Сәлем достар. Бүгін осындай гриль, яғни тауық духовкада піскен тауықты пісіреміз. Оңай әлі жұмсақ болып шығады. Ең алдымен тауықты жақсылап жуып аламыз. Ағын суға жуып аламыз. Сосын майонезден қоспа дайындаймыз. Тауық приправасымен майонез 100-150 грамм дайындап, араластырып, тұз бұрышын салып, осылай барлығын осылай тауықтың бетін жап шығамыз. Жақсылап тұрып пісіну үшін барлық жерін жағып шығамыз. Жақсы пісіну үшін осылай жарты сағатқа қойып қоюға болады. Тауық әрі дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Противенге фольга жайып, міне 2 сағаттай 180 градуста тауығымыз, яғни гриль дайын болды. Рахмет назарларыңызға.